Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар, сіздермен бірге Фади ВС. Бүгін бізге Fine компаниясынан керемет микрофон, Tank 6 микрофоны келді. 2 апта бойы күттім осы микрофонды. Қазір осы микрофонға енді анпакинг және де обзор жасайтын боламыз. Барлығын тексеріп, қойып, қалай болады, салыстырып алдыңғы микрофоныммен. Және де бұл микрофонның қасына осындай подарокпен Amplitank атты микшер жіберді. Кеттік онда анпакинг жасайық. Примерно бір 3 килограмм ғой мынау. Так, распаковка ашайық. Опа! Танк қой мынау коробкасы. Менің алдыңғы микрофоным өзі тоже Fine-кі. Так, бізде книжка, Amplitank. Бұны жай-жай оқимыз ғой, короче. Уля-ля! Ойбай! Мынау танк қой мынау. Жеги, мынау шок қой кәдімгідей. Не деген? Я не знал, что микрофоны, вот, осылай салмағы. Пример, мынаны мен пантографым қалай көтереді, мына байық айтыңдаршы. Мынау танк 6-ны қалай көтереді, айтыңдаршы, зорға тұр ғой бұл. Бізде комплектациясында не бар? Осындай Type-C шнур, екі жағы да Type-C. Андай переходнигімен шығатын шығарсың мүмкін. Ну для пантографа, я? Так болма, басқа ештеңе жоқ, Енді таза студийный микрофон. В луме, тут для наушников. Тут у нас включить-выключить. Мынау бізде танк, мынау бізде AM8. Таза металл мынау. Мына жерде тоже металл, жеңіл. Қалған бәрі губка, пластмасса, туда-сюда. Жүрді губка жоқ, мынамен біреудің басынан ұрсаң ше, родной. И просто маңға бір уайым болып тұр да. Менің пантографым бұл бәлені көтере ала ма, көтере алмай ма? Мынау кішкене майысып тұрған сияқты, Ладно, қазір звукын тестировать етіп көрейік. Бұның барлығы звукпен екеуін салыстырып көрмесем, ең маңызды сол болып тұрмаған. Так, микрофонымызды қосып алдық. Дәл қазір енді бұған тест жасаймыз. Дауыс қалай шығады, жақсы, жаман. Или жаңаға AM8 микрофонымен салыстырып көреміз. Қайсының дауысы дұрыс шығады? Танктың ба, или AM-нің дауысы ма? Так, 1-1-1, 2-2. Сразу айтайын, дауысы AM8-ден қарағанда қаттырақ шығады. Бұл Fine Tank 6. Білмеймін, маған сөйтіп айт деп айтты. Енді Fine емес, Fine деп айтты. Өйткені негізі дұрыс аты сонда екен. Fine ол қысқартпақ болған түрінде екен ғой. Раз, 1-1-1. 1-2-3. 1-2-3. Мен TikTok Live Studio приложениесімен тексеріп отырмын. Бұл жерде мысалы маған өте ұнайтын жері микрофонды жақсы настраивать етесінші под себя. Ал енді шумоподавлениені өшірейік. Бұл шумоподавлениені өшіргеннен кейінгі дауыс. Шум ғой кәдімгідей, Терезе ашық болса вообще далада бүкіл тірліктің бәрін дауыс шығайын деп тұр. Сәлем, достар, қалайсыз? Бір өзім тексеріп көрейінші кән. Еба. Сәлем, менің есімім Фади. Мен стример, ютубер, бизнес-тренер, курстарымызға жазылын. Мына шеш, дауыс прям бүкіл диапазондағы барлық дауысты алады екен. Мысалы, столға қарандар, клавиатураны басам. Бір ауыз айтайын, менің клавиатурам негізі андай бесшумный максимально клавиатура. Мышка. Короче, ит пен құстың дауысын барлығын алады екен ғой мынау. Сәлем. Саласын, су ішеді. Короче, столға затты алып қойсаң, өшім құлағын жарасың ғой. Ал енді шумоподавлениені қосып көрейік. Высокийға қояйық. Қостық. Чё там? Енді қалай болды? Вкусный болды дауыс, андай тәтті, Сет, чё там? Сіздермен бірге микрофон Tank
6 достар. Ай-яй-яй. Так, енді дауысы как будто шумоподавлениемен андай, әдемі болды. Тек негізі бір приложениялар бар, сол приложениялар арқылы дауысты жөндеп, өзің под себя негізі әдемі істеп алуға болады. Өйткені біреулер әркімнің студиясы, стримить ететін жері, там видео түсіретін жері, запись жасайтын жері әртүрлі. Мысалы біреулерде там андай комнатасына андай қойып тастаған, шум подавлять ететін там заттар бар, который комната қойып тастайтын. Ондай комната әркімде жоқ қой, енді біреулер өзінің кәдімгі қарапайым бөлмесінде стримить етеді, біреулер студияда жасайды. Так что приложение арқылы негізі жақсы бір там жасап алуға болады. Под себя звуктың корректировать етіп ше. А так бізде негізі дауыс өте керемет. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Фади, мен стрим саласындағы бизнес-тренер боламын. Негізі ондай подкасттарға арналған микрофонға ұқсайды екен, бүйтіп отыратындар бар ғой подкастта. 20 жасымда 200 миллион қарызым болды. Или андайлар өзінің бір қиналып жүрген историясын айтып беретіндер ше. Әкем ұратын еді, шешем қарамаған, барлығы лақтырып кеткен, махаббаттан жолым болмаған деп андай. Сондай подкасттар көп қой қазір. Не бар, бәрі сондай нәрсе түсіреді. Мысалы, камераны бүйтіп. Шынымды айтсам, мына видухасы, мына микрофонның виді прям брутальный вид береді екен да, андай. Болады ғой, нағыз мужчинский микрофон ше. Таза. Вот сондай микрофон. Мынаның да виді өте әдемі. Бірақ маған өзіме сам по себе мынаның виді ұнап тұр. Мынаның виді как будто андай уже бір студийный вид береді екен да. Я подсветка ештеңесі жоқ анаған қарағанда, бірақ әркімге әртүрлі ғой. Мысалы сіздерге подсветка ұнауы мүмкін. Маған мысалы микрофонда ондай нәрсе қатты ұнамайды. Өйткені лишний свет, короче, стримнің или видеодағы сондай бір лишний моменттер. Зачем ол маған? Сіздерге ұнаса енді өздеріңіз білесіздер. Так, дауысы қалай, Джиги? Норм ба? Комментарийға жазыңыздар. Ал енді, давай дәл осы Excel-арды AM8-ге жалғап көрейік, и AM8-дің дауысын тексеріп көрейік. Қалай? Мен әтеге терезені ашып қойдым, өйткені максималдық түрінде барлық зат, как она есть тексеріліп көру үшін. Так, естіле ма? Естіле шығар, шешқан, саундчек. Алло, еба. Сәлем, есімім Жан. Мысалы, мына жерден айқайласам ше. Камера. Алло. Қалайсыңдар, достар? Сіздермен бірге Фади Аббас. Мен осы микрофонды сіздерге рекомендовать етем. Ұсынам. Өте керемет, жақсы микрофон. Fine, танк 6, Fine, AM8. Так, нормально по идее, ал енді шумоподавлениені қосып көрейік. Шумоподавлениемен қалай шығады екен дауысы? Алло. Вкусно бұның да дауысы. Негізі шынымды айтсам, осы AM8 микрофоны шыққан кезінде, мен бірінші рет алып, тексеріп көрген кезде, мен прям в восторге болған, прям өте қатты қуанған, потому что 25-30 мың теңгелік микрофоннан андай студийный дауыс шығады да, студияның дауысы шығады. Прям андай стримдарда даусың вкусный болады, прям әдемі, тәтті болады да даусың. Мысалы, сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен бірге Фади Аббасов. Мінекей, біз бүгін тестировать етіп жатырмыз. Тестировать емес, обзор жасап жатырмыз Fine-ның микрофондарына. Боп тұрғы дауысы негізі. Как она есть айтайын, екеуінің де дауысы прям андай профессиональный микрофон студиялар болады, где прям бүкіл комнатасы соған арналған, где бүкіл дуалында шум өткізбейтін дуал. Дауысы, запись, звукозапись, бүкіл акустика барлығы әдемі тұратын, сондай микрофондардың вайбын береді. Шынымды айтсам, екеуінің де звука качествосы бірдей сияқты. Бірақ
Мынаның внешкасы более андай прочный, металлический, брутальный внешка, ал мына жерде, ну такой легкий, әдемі, жеңіл внешка. Дұрыс па? Менің ойымша. Қазір енді танк 6-ға қайттан секірейік. Сол кезде нағыз тоқетерін айтамыз. Ал енді достар, бұл танк 6. Разница сезілді ма? Шындарыңды айтыңдар. Вот комментарийға кіріп, дәл қазір жазыңдар. Разница сезілді ма? 1-1-1, 1-1-1-1, 1-1-1, 2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5. Добро пожаловать в мой мир, ағашка. Я покажу тебе, что такое микрофон. Еба. Қалай шықты дауыс? Нормально ма? Шындарыңды айтыңдаршы, вот без прикола. Бар ма разница? Разница бар ма? Егер ұзақтан сөйлесем ше? Ұзақтан сөйлесем, қалай? Соңғы жаңалықтармен бөліссек. Бүгін Алматы қаласында күн өте жылы, бірақ сонда да кешкісін ауа райы бұзылып кетуі мүмкін. Өйткені бұл Алматы. Шымкент қаласында күн, как обычно, ыстық. Не, столға ұрсаң, прям дауыс таң. Сәлем, есімім Жан. Менімен бірге бүгін универге дайындал. EA Sports. It's in a game. EA Sports. Ну, тоқетерін өздеріңіз комментария жазатын боласыздар, бірақ маған екеуі де ұнап тұр. Бірақ как будто чуть-чуть танктың дауысы андай. Бір. Если серьезно сөйлесетін болсақ, начинающий стример, ютубер, ойын түсіретін адам, вообще запись жасайтын картинасындағы, вообще видеосындағы качествосы өте үлкен роль атқарады. Оның камерасы картинканы көрсетеді, және микрофоны өзінің дауысының качествосын көрсетеді. Сол үшін микрофон таңдаған кезде жақсы былай айтқанда проверенный компаниялардан алыңыздар. Өйткені сіздің даусыңыз былай айтқан кезде сіздің зрителіңізға өтуі керек. Сіздің зрителіңіз сізді тыңдағысы келу керек. Осымен біздің микрофонға деген обзорымыз аяқталды. Тәмам. Достар, сіздерге ұнаған болса, лайк, комментарий жазыңыздар. Шешім қабылдай алмай жүрген болсаңыздар, біздің видеоны көргеннен кейін сізге көмектескен болсам, мен қатты қуаныштымын. Атак микрофон өте керемет. Fine компаниясына үлкен рахмет. Видеоға лайк басыңыздар, өз ойларыңызды жазыңыздар комментарийға, және де обязательно подписка жасаңыздар, достар. Ол өте мен үшін маңызды. Және де сау саламатта кездескенше енді бір ойын күтіңіздер. Особенно хоррор ойын күтіңіздер осы микрофонмен.